Мына жеті ауру мазалағанда қызылша шырынын ішіңіз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан көп. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен. Сонымен қызылша шырынның нақты қандай ауруларға шипа болатын туралы төменде айтатын боламын. Қанды көбейтеді. Қаназдық кезінде ең керемет ем болатынын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қаратұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Екінші, онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз, өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Үшінші, шлактан тазалайды. Қызылша шырынның көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін ашқарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіз түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Төртінші, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржола құтыласыз. Ем үшін күніне жарты стакан қызылша шырынын ішсеңіз, оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үкіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамында бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Бесінші, бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем ол қызылша шырыны. Алтыншы, миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем. Жетінші, ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз, ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып, жөтел асқынған кезде еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынымен 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін 1 дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үкіштен өткізесіз. 1 стакан езілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын араластырып, тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның 1 ас қасығын ішіп, қалғанын тамағыңызбен шаясыз.